Ауданымызда футбол жанкүйерлері үшін дүбірлі дода ұйымдастырылды. Дәстүрге айналып келе жатқан Алакөл Аладобы турнирі тағы да жалауын көтерді. 25-27 тамыз аралығында Сымбат орталық стадионында Евгей ЛТД жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің демеушілігі және Алакөл аудандық бұқаралық спорттық іс-шараларды өткізу орталығының ұйымдастыруымен дәстүрлі түрде өткізілетін Каримов Бақыт Нөкірбекұлын еске алу құрметіне арналған футбол додасы өтті. Турнирдің салтанатты ашылу рәсімінде сайыстың бастау алуына ұйытқы болған марқұм Каримов Бақыт Нөкірбекұлының рухына Құран бағышталды. Қасиет Құран аяттарымыздан болған сабапты марқұм Нөкірбек ұлы Бақыт ағамыз рухына бағыштадық. Алланың рахметінде пайғамбар шафағатына жәннат тәтіні рахаттағып, осыны да білмесе беткен үлкен үкшіл күнәларын Алла кешір, ғафур рахметсін. Берахмедике ярхамар рахмин. Аллаху акбар. Алла жар болсын жігіттер. Шара барысында сөз кезегі спорт ардагері Үшарал қаласының әкімі Мақсұт Сайдилдиновқа беріліп, барша жарысқа қатысушы командаларға ізгі тілегін жеткізді. Сондай-ақ Алакөл ауданының бұқаралық спорттық іс-шараларды өткізу орталығының директоры, Жетісу облысының мәслихат депутаты Алмат Садиев марқұмды еске алып, жастарға спортты насихаттаудың маңызы туралы айтты. Қазақта жақсы сөз бар ғой, әке көрген оқ жонар деп жатыр. Артындағы ұрпақтарына Алла разы болсын. Бұна Еділ бауырымыз бар, Әлішер бар. Жалпы оқысының ұрпақтары спорттан қашанда алыс болған жоқ. Бізбен бірге жүрді, бірге жүріп келеді, әрқашанда ақылдасып кеңесіп отырады. Ол үлкен біздің ауданымыздың спортының дамуына қосқан сүбелі үлесі. Сонымен қатар спорт ардагерлері Бақыт Нөкірбекұлының достары мен туыстары сөз алып, жарысқа қатысушыларға сәттілік тіледі. Биыл жарысымызды қайтадан бастадық, бұйырса. Екінші жылға кетті. Карантиннен кейін марқұм әкемізді еске алу жарысын қайтадан жаңартқанымызға. Жарыс өте жақсы. Рахмет. Бір 18 команда келді районнан. Тағы бір 2 команда шақырдық. Үштөбе, Қарақол, Абай облысындағы. 3 күнге созылған жарысқа 18 футбол командасы қатысып, тартысты ойын көрсетті. Аладопты ұршықша ергендер шықса болды, шкенасын жерге қоятындар да көп. Әсіресе жастардың арасында футбол жанкүйерлері жетіп артылады. Үздік шығуға таласқан командалар жеңіске жетуге барын салды. Жүлде қоры да қомақты. Нәтижесінде бірінші орынды Евгей ЛТД командасы иеленсе, екінші орынды Жайпақ ауылының футболшылары қанжығалады. Ал Ақтөбе командасы қола медальді місе тұтты. Сондай-ақ үздік көрінген жекелей ойыншылар да марапатталып жатты. Жаппай футбол ойнау үзілмесе, елдің бұқаралық спортпен айналысу көрсеткіші қашанда жоғары болмақ. Оған қоса, осындай турнирлердің де көбейері хақ. Абзал Сүлеймен, Нұрбақыт Меңдібайұлы, Алакөл жаңалықтары.